мен сізге айтайын, осы қазіргі кезде мына Шүкірбай деген сөз шығып кетті. Шүкірбай дегеніміз жаңағыдай бір недегі теріс мағынасындағы, негізі жақсы ғой шүкір деген. Соны теріс мағынасында шығып кетті қазір. Шүкірбай дейді жаңағыдай. Түк бітірмей, үрерге иті жоқ, сығарға биті жоқ, кедей болып шүкір деп отырған адамды Шүкірбай деп айтатын неге кетіп кеттік біз. Негізі Шүкірбай деген керемет сөз ғой. Алла айтады ғой, шүкір етсең маған, тағы беремін саған дейді. Сонда негізі мағынасы былай екен шүкірдің. Адам еселеп еңбек етіп, табыс тауып барып шүкір ету керек екен. Алып барып шүкір. Құдайдың бергеніне шүкір ету керек. Сен түк істемесең несіне шүкір етесің сен? Жұмыс істемегеніңе шүкір етесің бе? Абай айтады, ондай тірлік дейді, итте де бар дейді. Үйтіп дейді, жұмыстан қашып, ғылымнан қашып, қорқақ атан тірі болғаннан Алланың жіберген ақ өлімнің өзі артық дейді.